Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз сіздермен р дыбысына арналған артикуляциялық жаттығулар тізбегімен танысамыз. Кәне, айнамызды алып, жаттығуды бастайық. Жасайық. Тілімізді аузымыздан шығарып, оңға және солға бағыттаймыз. Жоғары, төмен де бағыттауға болады екен. Кәне, бастайық. Сырт-сырт соғып сағатым, уақытты ол көрсетер. Барар жерден қалдырмай, уақытымен жол сілтер. Келесі жаттығуымыз тәтті тосап. Таңқурай мен өріктен қайнатты анам тосапты. Дәмі қандай керемет, кетер емес ауыздан. Жалпақ тілмен жоғарғы ерін мен төменгі ерінді жалап ауыз қуысына кіргіземіз. Жарайсың. Келесі жаттығуымыз саңырау құлақ. Жауыннан соң қаптаған саңырау құлақты көрдің бе? Қоңыр қызыл бастары, түзу екен саптары. Тілімізді қатты таңлайға жоғарға жабыстырып ұстап тұрамыз. Келесі жаттығуымыз атым шауып келеді. Қалай шабады екен? Бірге жасайықшы. Сен жасай аласың оны. Кәне, бастайық. Атым шауып келеді, тақылдатып тұяғын. Жүйрік атым шаба түс, шаршамаған тұлпарым. Тілді таңлайға жабыстырып, баяу жіберіп, тіл асты желбезегі созылу керек. Келесі жаттығу әткеншек. Әткеншекке отырып, тербелеміз күнде біз. Балалар мен жеткіншек таласпаймыз мүлде біз. Тіліміз мұрын мен иекке қарай кезек-кезек созылу керек. Жарайсың, балақай. Біз осылай әр сабақта артикуляциялық жаттығуларды жасап отырсақ, тіліміз жақсы жаттығып, дыбыстарымыз дұрыс шығады екен.